Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге ас орнына жүретін, нанмен жейтін икра жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: сәбіз, бұрыш, баклажан, сарымсақ, укроп, қызанақ керек болады. Ең алдымен қазанымызға майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне сәбізді салып, қуырып аламыз. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сәбізіміз қуырылғасын, оның үстіне болгар бұрышын саламыз. Бір қасық тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып болғасын, енді қақпағын жауып қойып қоямыз. 5 минут қайнағасын тағы да ашып, араластырып аламыз. Оның үстіне баклажан саламыз. Баклажанды 10-15 минут мұздай суға салып қойып қойдым. Қаралары кету үшін жақсылап жуылсын деп 10 минут суға салып қойдым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне сарымсақты, укропты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Лавр жапырағын, қара түйірлі бұрышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәмі өте керемет болады, лавр жапырағын қоссаң. Енді оның үстіне көбік қылып туралған қызанағымыз салып, тағы да қайнатамыз. Қызанағымыз көбірек болған жақсы, сулы болады. Жақсылап араластырып, қайнатып аламыз. Икрамыз өте керемет болып қайнап жатыр. Енді оған жарты қасық қант салып жібердім. Ұнамаса қант салмауыңызға болады. Кішкене дәмі тәттілеу болсын деп қант салдым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Біздің икрамыз дайын болып қалды. Нанмен жеуге өте керемет, дәмі өте керемет икра болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.